Оңтүстік өңірлік қолбасшылығына қарасты Сарыөзек гарнизонында орналасқан 12-740 әскери бөлімінде әскери резервке кандидаттармен кездесу алдында жұмыс тобының алғашқы отырысы өтті. Айтулы жиында резервке іріктеу тәртібі, кандидаттарға қойылатын талаптар және болашақ резервистер құрамын сапалы қалыптастыру мәселелері талқыланды. Естеріңізге сала кетейік, әскери резервтегі қызмет негізгі жұмыстан қол үзбей жасалатын 3 жылдық келісім шарт. Резервистер ай сайынғы төлемдермен белгіленген жеңілдіктерге ие бола алады. Қазіргі таңда әскерімізде запастағы қызметке шақырылып жатыр. Осы өзінің шарттары бар. Ол енді біріншіден Қазақстан Республика қарулы күштерінде қызмет атқару керек. Және тағы да басқа шарттар бар. Соған сәйкес осы қызметке алынады. Ол енді айта кетсек, бір айда 3 күн қызмет атқарады. Осы қызметке келгенде олар мына түскі аспен қамтамасыз және киім-кешекпен қамтамасыз етіледі. Және осы жылына бір жиындарға келіп тұрады. Енді жақсы жағын айта кетсек, ол енді Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің әскери дайындығын көтереді. Және осы тұрғыда осы әр азамат, осында қызмет атқарған азамат кезіндегі жұмысқа келуге болады. Енді қазіргі таңда көптеген шаралар жүргізіліп жатыр. Ол енді осы насихаттау тобы жасалған. Ол насихаттау тобы осы Керубұлақ ауданында және ауылдарында, округтік ауылдарында, сол жақтарда насихат жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ол енді біз өзіміз ғана емес, осы жергілікті әкімшіліктер бар, және қорғаныс істер жөнінде департаменттермен аудандық басқармасымен бірге жұмыс істеп жатырмыз. Енді талап еткендер бар азаматтар, солармен болашақта бір жақсы жұмыс жасаймыз әлде. Резервистердің негізгі міндеттері айына 3 рет сабақтарға қатысу үшін әскери бөлімге келу және жылына 1 рет 30 күндік оқу жаттығуларына шығу. Кандидаттарды іріктеу заң талаптарына сәйкес қатаң жүргізілмек. Әскери резервке Қазақстан азаматтары денсаулығы жарамды, қажетті әскери есептік мамандығы бар және әскери қызмет тәжірибесіне ие тұлғалар қабылдана алады. Кандидаттар медициналық комиссиядан, дене дайындығынан және психологиялық сынақтан өтулері тиіс. Әскери резервтегі қызмет негізгі жұмысты жалғастыра отырып, 3 жылдық келісімшарт бойынша қызмет ету, ай сайынғы төлемдер алу және ең бастысы елдің қорғаныс қабілетін нығайтуға үлес қосу мүмкіндігі.